шара өтейін деп отыр. Бұл шара біздің мұқалитану деп аталады. Ана жазып отыр, симпозиум. Бізде тек қана қазақстандықтар емес, бізде қазір Қытай Халық Республикасынан азаматтар келіп отыр. Мына Ақбар Мажит деген біздің ініміз бастаған. Сол себептен бұл халықаралық симпозиумды ашық деп жариялаймын. Шоқты сөндірсең, өрт түсіңе еңбейді деп жазыпты. Ал енді бұл халықаралық ғылыми танымалдық конференцияның мақсаты мемлекетіміздің басшысы Тоқаевтың ата тарихымызды азат сана, тәуелсіз ғылыми ұстаныммен қайта жазу, ғылыми айналымға енгізу, ұлттық бірегейлігімізді арттыру жөніндегі міндеттерінің үдесінің табылу мақсатында Евразияның этностық және мемлекеттік кескін келбетін мыңдаған жылдар мұғдарында әлденеше рет түркілік таным табиғатқа толайым бейімдеп жіберген түркі моғолдардың даңқты жолын жалғастырушы ұлы Шыңғыс Қаған құрған Еке моғол ұлысы кезеңіндегі халқымыздың алдаспан баһадүрі, адамзат ардақ тұтқан қолбасшы генералиссимус Мұқали Күнқуарұлының елдік пен ерлікке толы жемісті жолын ұрпақ арасында сіңіру. Тәуелсіз Ғали Жалайыр қоры және халықаралық Мұқали Баһадүр қоры анда шежіре отауы. Мына 3 кітаптың тұсаукесерімен бастайық деп отырмыз. Бірінші кітап Мұқали деп аталады. Бұны жазған білесіздер, белгілі жазушы біздің ініміз Қытай Халық Республикасынан келген Ақбар Мажит. Міне ортамызда отыр. Екінші кітап Шампоз деген кітап. Шампоз деген анда шежіре орталығының ұсынысымен жасалған, оның бастамасын жасаған біздің Наурыз ағамыз. Наурыз ағамыз ортада отыр. Үшінші кітап Шыңғыс ханның шырақшысы Әміре Арын деген ақын отыр. Осы 3 кітаптың тұсаукесеріне мына кісілерді шақырамын. Бірінші Нұржекеев Бексұлтан ағамыз, Қартбаев Совет Қали. Қартбаев Совет Қали деген кісі біздің ініміз Моңғолияда посол болған. Дипломат ортамызда отыр. Үшінші Қойгелдиев Мәмбет деген Қазақстанның тарихи қауымдастығының төрағасы, тарих ғылымының докторы, профессор. Тәжібаев Қыдыр біздің ініміз, финансист, экономист, мемлекет және қоғам қайраткері. И Тазабеков Орынбасар деген азамат бар. Актер, тоже белгілі біздің ініміз. Осы кісілерді мына шақырамын тұсаукесерге. Жоғарлатыңыздар. Барып баға беріңіз. Рахмет. Ofisine koy. Sağlam bir körlük veriyor. Vay, rahmet, Kıdır'a rahmet. Құтты болсын. Авторларға, Ақбар Мажитке, Наурыз ағамызға, Әміре Арынға рахмет айтамыз. Қазақстан тарихшылар қауымдастығының төрағасы, академик. Zamanı sonu ziyetli mağdur edilsin. Ben layık koyuyorum ama. Birinci, o sınırlık mağdur Cuvart'ta o zaman tüm bayanlar mesajı. Niye bırak o kalkıp canlı tanışsın.
Moğolların kuya tarixin, Altan Topçu, Saratürci, tағы басқа еңбектердің ескерткіштеріне танысып оқығанбыз. Қадырғали Қосымұлы туралы кітап жазғанбыз. Жалпы таныстырған. Сол еңбектерде сол деректерге сүйеніп осы студия алдарында мұғалім оян туралы білдірген. Akbar Majid bauırımız muhalefetin ziyareti еңбегі арқылы Қазақстан тарих ғылымына үлкен үлес қосып отыр деп санаймын. Өйткені бұл еңбек мына біздің ұлттық тарихымыздың бастау көздерін, қандай жолдан, қандай кезеңдерден өткенін, оның қандай азапты болғанын, сонымен бірге жемісті болғанын, оған соны түсінуге көмектесетін еңбек деп санаймын. Бұл еңбекті біз жалпы біздің мынау қазақ қауымы оны жалпы үлкен еңбек деп білеміз. Сондықтан бұл еңбектің маңызы өте жоғары, өте зор. Осы арада мұхалим оян деген кім? Оның біздің ұлттық тарихын сұрады, оның қандай деген сұрау туындады. 1943 жылы Мәскеуде 1940 жыл жарық көрген Қазақстан тарихын талдау өтті. Жалпы Қазақстан тарихы Мәскеуде 4 рет талдауға түсті. 4 рет. Мұндай талдауды бірден-бір республиканың тарихы басына кешірген. Тағы да ең жоғары деңгейде талдауға түсті. Ал осы 1943 жыл тарихты сол кездегі Москвадағы орталық комитеттің идеология бойынша хатшысы Щербаков тікелей басқарып өткізген. Сонда Щербаков осы Қазақстан тарихына байланысты мындай ой айтады. Щербаковпен осы жиналыста Москвалық тарихшы Волгин деген Қазақстанда ұсақ буржуазиялық көзқарастағы тарихшылар бар. Мәселен, сондай тарихшының бірі маған моңғолдардың Ресейге шабуылы туралы жағымсыз пікір қалыптасқан. Бізде Ресейде, Совет одағында моңғолдардың Ресейге шабуылы туралы жағымсыз пікір қалыптасқан. Ал осы шабуылда біз қазақтар өзіміздің ұлттық батырымыз санайтын тұлғаларды бар деген есімде. Москваға шабуыл жасағанда моңғолдардың соның ішінде біздің қазақтың ұлттық батыр атанған тұлғалардан жүрді. Соған қарағанда әлгі ұстанымдағы тарихтағы татар езгісі прогрессивті құбылыс. Ал жаулап алушы моңғолдар прогресс үшін күресушілердей көрінетін сияқты деген ойды білдіреді. Сонда Щербаков тұрып Волгинге айтады. Ол тарихшының атын айтасыз ба дейді. Моңғолдың жаңағы шабуылындағы біздің ұлттық батырларымызды араласты деген тарихшының аты кім айтыңыз дейді. Сонда Волгин айтады, ұмытпаса оның аты Әлкей Марғұлан дейді. Сонда басқаша айтқанда Әлкей Марғұлан сол 40-шы жылы совет идеологияның мықты кезінде моңғолдардың шабуылына біздің түркілерді араласты. Түркілерді үлес қосты. Осы Ресейді алуға деген ойды айтқан. Сол кезінде. Ал енді емін еркін пікір алысатын жағдайға жеттік. Қазір сондай бар. Бүгінгі мынау мұхалим туралы біздің осы басқосуда әңгіме болуы сол еркіндіктің, мемлекеттік тәуелсіздіктің көрінісі деп білеміз. Біз енді көп жағдайда әртүрлі ойлар айтамыз, ал бірақ мемлекеттік тәуелсіздік деген ол үлкен мәселе. Соның бір көрінісі осы бүгінгі әңгіме. Шабуылына байланысты қазақ қоғамында екі ұдайы пікір бар. Баяғыда осыдан бірнеше жыл бұрын 19 ноябрьде Москвада Щербаков деген кісі Волгинге
Мұхтар Шағанов пен Мұхтар Мағауин айтысқан. Біреу айтты, бұл Мұхтар Шағанов баяғы ескі совет идеологиясы жөнінде айтты, бұл өте жағымсыз көрініс деді. Бұл жауыздық, қатыгездік деген пікір. Көп адам қырылған, халықтарға ойланып, халықтардың өмірі ойланып қалған деген пікір. Мұхтар Мағауин керісінше, ол айтты, жоқ, Шыңғыс ханның шабуылының жағымды жақтары тек басым деді. Ал енді қазір осы екі пікірдің қайсысы дұрыс деген соған тоқталсақ, менің түсінігім бойынша бұл екеуінде де шындық бар. Шыңғыс ханның жорығын бір түспен түстеу дұрыс болмайды. Онда екі жағы бар. Оның замандастары да солай айтады. Соғыс кезеңде екі жағы бар. Ал енді сонымен бірге заманның ерекшелігі осыған байланысты. Орта ғасырларда әлемдік кеңістікте өз орнын анықтау үшін екіншіліктен елдер арасында территория, жер үлесін алу, саяси және басқа ықпал үшін арпалысып күрес жүрді. Орта ғасырдың ерекшелігі сол, әлемдік деңгейде территория анықталды. Әлемдік қатынасты өз орнын анықтау процесі жүрді. Егер де күшті болмасаң, сен таптап өте шығатын күштері өте көп болды, аз болған жоқ. Батыста да сондай болды, шығыста да сондай болды. Баяғыда Әлихан Бөкейханның айтқан сөзі бар. Бізге батыстар айтады, батыстар бетімізге басады, сендерді Атила болған, Шыңғыс хан болған, Әмір Темір болған деп айтады. Ал не батыста ол болған жоқ қой. Батыста да жеті бақылады. Ал соған байланысты орта ғасыр кезеңі бұл әрбір ұлт үшін, әрбір этнос үшін өз территориясын анықтау, өз орнын анықтау әлемдік кеңістікте сол процесс жүрді. Міне осы процесске мынау Мұқыри өкілі болған, мәселен, түркі тайпалары, соның үшін Жалайыр тайпасына тартылды. Соған ат салысты. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Қазақ қоғамында Мұқыри кім деген сұрауға жауап іздеу ол жай емес. Оның арқасында жатқан нәрсе біздің ата-бабаларымыздың орны қандай болды? Олар не бітірді? деген соңғы жауап іздеу бар. Сондықтан бұл толық табиғи қызығушылық, толық табиғи нәрсе. Осы орында біз мынаны түсінуіміз керек. Бұл тек қана Жалайыр тарихын түсіну әрекеті емес. Жалайыр тайпасының тарихы арқылы жүргізген жол арқылы ұлттың тарихын түсіну әрекеті қабылдауымыз керек. Ұлттық тарихын түсіну әрекеті қабылдауымыз керек. Жалайыр тайпасы үлкен жолдан өткен еді. Оның ұзақ тарихынан екі үлкен тарихи кезеңді байқауға болады. Біріншісі, Жалайырлар тайпасы моңғол қыратындағы, әсіресе негізінен Керуен өзені бойындағы өмірі, яғни Шыңғыс хан қолдарының моңғол жерінен асып, батыс пен шығыс елдеріне шабуылдан өтуіне дейінгі кезең. Бұл бірінші кезең. Яғни Шыңғыс хан моңғол мемлекетінің құрылуы сол оның соға шейінгі кезеңі. Ал екінші кезеңі Жалайыр тайпасының басым бөлігінің Шыңғыс қолдарымен бірге Орталық Азияның, Батыс Түркістан бөлігіне және таяу шығысқа қоныс аударумен байланысты болды. Жалайыр тайпасының осы ірі екі тарихи кезеңге қатысты мынадай ерекшеліктерді атаған артық емес деп білемін. Біріншіден, бұл екі кезеңдегі Жалайырлар өмірі мәдени-этникалық қалыптасу және даму тұрғысынан да, саяси экономикалық ортасы мен жағдайы тұрғысынан да мүлдем бөлек, өзіне ұқсамайды. Алғашқы кезеңде Жалайырлар моңғол қыратындағы түрік тілді және моңғол тайпаларының бірі. Ол кезде қазақ деген жоқ. Ол қазақтың пайда болған кейін 15-ші ғасырда. Біз осы тура түсінуіміз керек. Жалайырлар тайпасы көп түрік тайпаларының моңғол қыратындағы түрік тайпаларының бірі бар. Дерек көздері Акбар Мажиттің зерттеуінде Жалайырлардың басында Шыңғыс хан тұрған моңғол мемлекеттілігінің қалыптасу ісінде аса белсенді рөл атқарғанын байқайды.
жалайырлар бір қызық нәрсе. Моңғол мемлекеттің қалыптасуында бүтін өледі. Моңғолдардан артық болмаса кемінде сөйлеуді. Шыңғысханның кәдімгі батырлардың басым бөлігі жалайырлар болған. Ол да тарихи факт. Өйткені жалайырлар ол кезде тарихи жағдай солай қалыптасты. Шыңғысхан сарайында жақын тайга болды. Мынау Моңғол қыратында жалайырлармен қатар наймандар болды, керейлер болды. Оларды мынау Қытай деректерінде гоға дейді. Мемлекеттік құлы болды дейді олар. Керейлерді де наймандар дейді. Ал енді жалайырларда ол болған жоқ. Неге болған жоқ? Өйткені жалайырлар бұдан бұрын ол туралы Қадырбай Жалайыр айтады, үлкен қырқып бастаған. Қидандар, қара қытайлар керейлер бойындағы жалайырлардың 10 тайпа, 10 жалайырдың 9-ын қырып салды. Тек қана шалғайдағы біреуі ғана аман қалды. Сол ғана құтылды дейді қырғыннан. Қалғандарын қырып салды. Яғни жалайырлар сол кезде әлсіреген. Соның кейін жаңағы тағыдан айтатын нәрсе, осы нәтижесінде жалайырлар мынау Моңғол сарайында, Моңғол хандығында Умақұл Моғол деген біреуде болды. Умақұл Моғол деген сөз Моңғол сарайындағы крепостный крестьяне деген сияқты, тәуелді ру. Солай болды, ол да факт. Біз ол шындықтан кете алмаймыз. Ал енді мысалы жалайырлардың таңбасы Шыңғысхан таңбасымен бірдей. Тарақ таңбалы. Неге олай болды? Ол моңғолдардың Шыңғысханның сарайында онымен еншісінің бір болғанынан көрініс. Еншісі бір болды. Тағы бір айтатын нәрсе осы жерде жаңа мен айттым, Шыңғысхан құрған моңғол мемлекеттерін қалыптастыру үстінде жалайырлар аса белсенді рөл атқарды, атқарғаны байқалады. Содан кейін мынау ұйғырлар да ол туралы айтады. Ұйғырлар арасында дейді жалайырлар бел аға деп айтқан дейді, бел аға. Ұйғырлар ұйғырдың билеушісі жалайырға келіп түскен уақытта жалайырлар оның түйесіне май жылатқан дейді. Сондай сөз бар. Сол үшін жалайырлардың ұйғырлар бел аға деп атаған дейді. Ал енді көрші бір айтатын нәрсе. Екінші кезеңде, бірінші кезеңде жалайырлар Қытай мемлекеттерін құруға атсалысты. Моңғол мемлекеттері соңғы Қытай мемлекеттерін құруға атсалысты. Қытайлар да мойындайды оны, жалайырлар. Ал енді сонда Шыңғысхан күшейген уақытта, әскери күшейген уақытта шығысқа әскерінің бір тобын жіберді, мұқыли бастаған. Боғын çok koyu бастаған. Ал оңтүстік батысқа жошы Шағатай өзінің балаларын жіберді. Осы екінші кезеңде жалайырлар Алтын Орда мемлекеттігінің қалыптасуына атсалысты. Иранда Құлағу ханмен бірге барып, Шейх Хасан Бұзырық, Шейх Уайс, Хұсайын және Ахмет хандар Ирак және Иран жерінде жалайырлар мемлекеті құрды. Ол да факт. 13-14 ғасырларда Иран жерінде жалайырлар мемлекеті болды. Мынау әсіресе Шейх Уайс хан, содан кейін Хұсейін және Ахмет хандар олардың артында үлкен еңбектер қалды. Ол еңбектер қазір Англияда, Францияда көрмелерге қойылады әр уақытта. Кәдімгі безенделген кітаптары қарасаңыз, мына Қайрат Шаки деген азамат жалайырлар мемлекеті туралы кітап шығарды. Сонда жазады. Кітаптар безенделген, мысалға жаңағы Шейх Уайстың өзі, Ахмет Сұлтанның өзі кітап безенделуге атсалысқан. Сол суреттерін қарасаңыз, киіз үйлер сурет салынды. Оның алдында ошақта отырған, ошақта қазанасында отырған біздің аталарымызды, аналарымызды көреміз. Ал енді тағы да осы еңбекті айтылады, мынау
Ирандағы мынау жаңағы жалайлар мемлекеті тұсында түрік тілі кең етек алды. Түрік тілі. Бұдан байқайтынымыз не? Мынау Европалық әдебиетте жалайлар моңғол тілінде сөйлеген, моңғолдың ру деп айтады. Олай емес, ол өтірік. Ол бұрмалау тарихы. Ал шын мәнінде жалайлар мынау моңғол қыратында жүрген қазақ түрік халқы болды. Түрік тілінде сөйлеген. Екінші бір қанатты жалайлардың Грузияда билік орнатты. Құндағай Ноянның ұлы күтші бүгін Грузияны биледі. Бұл да тарихи факт. Орта ғасырларда білесіздер, түркілердің өзі күшті болды. Мәселен, Арменияда қазіргі Матемдара деген музей бар. Көне жазба музейі. Сонда Библияны қыпшақ тілінде жазылған варианты бар. Ол кітап болып қазақ тілінде шықты. Библия қыпшақ тілінде жазылды. Армяндар Библияны қыпшақ тілінде оқыған. Ол да тарихи факт. Ал осы сияқты жалайлар Грузияны билегендігі, ол да тарихи факт. Оны барлық елдерде мойындалған. Ал енді осы жерде мына мұхридиктер кім дегенге оралайық. Мынау алтын топшы деген тарихы бар, шарап түлші деген тарихы бар. Сонда осы мұхридик кім екеніне толық мәлімет береді. Ғажап мәлімет береді. Таңғаласыз. Әке қанша минут керек енді? Мен қазір аяқтайын, 5-10 минут беріңіз. Ал енді сол мынау моңғолдардың берген мәліметін Рашид ад-Диннің жылнамалар жинағында фактілер толық тұра түседі. Рашид ад-Дин жалайлар туралы тарау арнаған. Тарауында жалайлардың кім екендігін, ол қанша рудан тұратындығын бәрі айтылған. Ал енді осы жерде мынау мұхридтің әкесі осында шежірелерде айтылады деректерде. Мұхалим жарайды. Мұхалим, жалайыр мұхалим әртүрлі сондай транскрипциясы бар. Жатырынан дейді. Жалайырлар 12 атадан тұрады. Соның бір атасы жатырынан. Мұхридті жатырынан дейді. Соның Күнқуар деген жалайыр Гоа дейді. Күнқуар. Соған қарағанда жатырының көшбасшысы, әміршісі. Былайша айтқанда. Күнқуар жалайыр дейді. Шығысқан әскер болып мемлекет құрып жатқанда келіп Шығысқанға айтты дейді. Әй Шығысқан, сен үлкен істі бастап жатсың. Мен саған 2 ұлымды ала келдім. Біреуінің аты Мұхрид, біреуінің аты Бұха. Екеуіне әкеп тапсырады. Бұл жерде неге олай деген сұрақ бар әрине. Ал енді бұл әрине Күнқуар сол қарқында жай адам емес, бұл мықты сол тайпаның беделді адамы. Бұл Шыңғысханның Күнқуар Шыңғысханның бастаған әрекетін дәл бағалай білгендігін байқады. Жүзбен Күнқуар әрине өзінің ұлдарының қасиетіне сенімді болғандықтан келіп тұрғандығы анық. Алтын топшы авторы мынау Телгет Баян деген жалайырдың Хома Гоа, Шылапын Қайшы және Жебеке деген үш ағайынды ұлдары бар еді дейді. Хома Гоа, Күнқуар, Мұхалим мен Бұға атты 2 ұлын ертіп Шыңғысханға келіп, Шыңғыс босағаға мына 2 ұлымды әкеліп қостым. Сенен кетем десе, тірсігін кести. Қазақша айтқанда, мына 2-інің ет сен кет, сүйегі мен кет.
дегенді айтып 2 күн қалдырады дейді. Ал енді осы жерде айтатын тағы бір нәрсе, кейіннен мұқым әбден жетілгенде келгенде мұндай сөз айтқанын айтады. Осы алтын топшыда айтады. Шыңғысхан айтады. Жауларымды басармын. Айдар менен олжалы етермін. Атымның құйрығына шық түскенше, жаудан таң атқанша, қашқан жаудың атын болдыртып, берілгенше тынбаспын. Бар күш қуатым сеніге қалған дейді. Шыңғыс 9 бір жерде алды нөкеріне, серіктеріне енші бөліп мұқалиға келгенде былай дейді. Жауды басқан дейді. Олжалы болған, атының жалында таңды қарсы алып, құйрығында тұман түнеген. Жаудың асау жылқысы қабақ, тез үйреткен. Менің даңқты жалайырдың мұқылıyım. Мен тоқтатпадым. Қымбатты бауырлар, мән берген адамға бұл жақсы жиын. Әлімғазының көзқарасында біз ұрушыдармыз. Үйсінде ұры жүздің адамын дәріптен еткен адамбыз дейміз. Мына трайбализм деген болады. Трайбализм деген өзінің ұрығын, тайпасын айтып мақтанған адамдар, ол ата-бабасын айтып мақтанады. Ұры деген әркімнің ата-бабасы. Ұрыны жамандайтын, өзінің ата-бабасын жамандайтын адам болмайды. Ол тексіз болады. Ал трайбализм деген өзге ұрыларға қарсы сөйлейтін адамдар. Өзге ұрыларды жоқ қылатын адамдар. Көре алмайтын адамдар. Бұны ажыратып айтып керек. Әлем мемлекеттерінің ішінде өзінің тегін кімден шыққанын, қандай ата-бабасына тарайтынын білетін жалғыз адам қазақ. Басқада ондай ата-бабасын білетін жоқ. Текті қалыппыз. Сондықтан біздің бүкіл халқымыз тектіліктен тарау керек. Жазған адамдар көп. Жалайырдың шежіресі бойынша Мұқали, Жамұқа, Ақсақ Темір үшеуі ағайынды. Боранжардың ұрпағы үшеуі. Басқа жалайырдың ерекшелігі сол. Бұлар жүрежек деген, жат деген ұлдатыры. Жат деген бөтен деген. Бөтен деген басқа адамдан туды деген сөз, басқа халық деген сөз емес. Ана Боранжардың жүкті көп деген әйелінен тараған ұрпақтар бұлар. Бесік ұруының кім екенін, Ұранқайдың Жалайыр бұдан тараған бір ұру екенін Шыңғысхан айтып отырады бәрін. Ұранқай жерме, Ұранқай сүгіде деп айтып отырады дағы, Мұқалиға келгенде Жалайыр Мұқали деген. Оқысаңдар тұрғын. 15 кітап бар. Шыңғысханның ата тегін бәрін нақты айтады. Қалған бәрінің бәрі солардың көпіретін сөздер. Баяғы бір әлемде 100-ден асатын ба, одан 200 сондай кітаптар бар. Оның бәрі түпнұсқа емес. Кімнің? Оразбайдың аударғаны да Рашидтердің түпнұсқасы емес. 1984 жылы Ираннан шыққан бір нұсқа. Ең негізгі нұсқа Совет заманында шыққан бірінші томы 49 жылы, екінші томы 52 жылы, үшінші томы 56 жылы шыққан осы нұсқа ең толық нұсқа. Ойбай, Совет заманында үйткен екен деп, оны кейбір тарихшылар жоққа шығарғысы келеді. Оқып көр. Нақты айтатын сол ғана. Жерінде нақты айтады, ұлтында нақты айтады, Жалайыр екенде нақты айтады, мұсылман екенде жақсы айтады Шыңғысханның. Енді одан артық нақты айтатын қағидаттар несіндер. Біздің Қадырғали Жалайыр бабамыз, Әбілғазы бабамыздың бәрі сол Рашидтердің айтқанын айталайды. Оны біліп алуымыз керек біз. Ал енді Мұқалидің туған жері, Жалайыр
тайпасының туған жері Қарақорым. Екі Қарақорым бар. Біреу Атамекен Қарақорым, Жалайырлардың қасиетті мекені. Екінші Қарақорым анау Найман менен ұйғырлардың шекарасында болған Астана Қарақорым. Оны Шыңғысхан жасаған жоқ, Шыңғысханның ұрпақтары жасаған. Ол кітаптың бәрін айтады. Соны бүлдіріп, өзіміз оқымай, естігенін өзім қайдан білген өзіміз. Жаңағы 15 кітаптан басқалардың бәрі вақыт кеткен кітаптар. Біреуден оқыған өзгертіп, өзінің ойын қосып, осы жақында ғана бір 3 бөлімдік еттім, бөлден алып қашып бара жатқанда теміршінің артынан қарап тұрды. Оттан байлық болды. Шыңғысханның ол темірші қашып кетті ғой тұрғанға. Ол менің беріктен шауып жатыр деген жоқ. Ана өзімнің ұрпағым кешегі Тұғырыл ана қызғаншақ. Сол келіп қалды тағы дейді, соның тұтынан қашып шыққан кезде. Осындай деректер бар. Біз Түлкібасқа сенбей, әркімнің айтқанына лағып кетпеуіміз керек. Қарақорымның қай жерде екенін Рашид Әкин анықтап айтады. Екі таудың ортасында. Оны біздің тарихшылардың айтады. Бұл екі тау деген Қаратау мен Алатау дейді. Былай айтсам дұрыс сияқты, шынында да екі әулие тау бар ғой бізде. Алатауда әулие, Қаратауда әулие, Атамекеніміз. Бірақ ортасында тау бар. Қарақорым өзі тау бар. Бұны анықтап Рашид айтады. Ол жоғарғы тауы, арқасы тауы, қазіргі жоғары Алатауы өздеріміз. Екінші Алатауы, Ел Алатауы. Үшінші ортасында тұрған Матай тауы қазіргі. Қарақорым сол. Қандайға Қарақорым ол болады? Өйткені жартылан шыққан Мұқалидың ұрпағы өсірді тұрған. Бұл мен анық бар сөйледі. Мұқалидың Жалайыр екені рас. Оның жүрегі жат ұрпағынан шыққан рас. Қарақорымды қайда көрдім көреді? Рашид Әкин айтады ғой, екі таудың ортасындағы тау. Қазір Матай тауы болып өткен, ол 18-ші ғасырда Шапыраштың Матай би деген атамыз сөйлемден өсіргеннен кейін солай аталып кеткен. Енді бәрі қазақтың баласындар ғой осында тұрған. Ауылды өсіңдер, ауылды өздерің ойлап қараңдаршы. Анау Ыршылықта Шәлімбек деген қойшы отырады. Әлі Шәлімбектің ауылы, Шәлімбектің қорасына кеттік қой. Кейін өз көздерін өткен жерлер көп. Жоңғардың арғы тегі, Арқасы тауы, Арқасының аңқайы дейді. Жоңғар қақпасын. Өйткені кейін жоңғарлар Ақтабан шүртінде біздің осы жерде 35 жыл билеп отырды. 35 жыл деген тарихтағы бір әулеттің өтетін ұрпағы. Ал енді Мұқалидың татар екенін, оның ішінде жабайы татар екенін, татар екенін, қазақ екенін қазір көзіміз жетті ғой айтайда. Бұны Бейдемунду деген Қытайдың адам тілдері тасатын кітабы шығарды. 1975 жылы Москвадан аударылды. Сол кітапта 1221 жылы Шыңғысханның ордасында, Мұқалидың ордасында болған Қытайдың елшісін жазған. Соны мынау құрастырған. Бұның негізі жаңа бір жау оқуының жазып кеткен жазбасынан шыққан. Енді Қытай Жалайыр емес, ол Сұлан емес, Арғын емес, Қытайдың көргенін жазады, естіген жазады. Шыңғысхан дейді, татар дейді. Татардың өзі екіге бөлінеді дейді. Ақ татар, қара татар. Оны қазақ ақ дегенді құба деп айтады. Оның ішінде дейді, бұл қара татар дейді. Қара татардың өзі екіге бөлінеді дейді. Мәдениеттен бар, жабайы татарлар. Шыңғысхан және Мұқалид бастаған оның батырлардың бәрі сол жабайы татарлар дейді. Жабайы татарлар дейді, татарлардың өзі дейді. Қытайдың мына жағында қазіргі моңғолдар отыр, моңғол халық өсіп тұрған жерде бұрын Қидан деген халық мекендеген. Ода өзі тұрып кеткес халық. Олар кейін Қытайдың ұрпағынан қашып кетіп судың бойына көшіп кетті. Тарихта солай деп айтылады. Оны ойдан шығаруға болмайды. Соның дейді, Қидандардың солтүстік батыс жағында тұрады дейді.
Қазір моңғол халқының үкібасы Қытайдың солтүстігінде тұрады. Оның солтүстік батысында Шығыс Түркістан, Қазақстан, одан басқа мемлекет жоқ. Бұл анық нәрсе, ойдан шығарылған нәрсе емес, тарихта жазылып қалған нәрсе. Шыңғыс ханның ордасында көп тарихшылар айтады, Шыңғыс ханның ордасында болғанмен дейді. Ол Шыңғыс ханды көрген жоқ дейді Шилауқұл. Бәлкім солай шығар. Бірақ бүкіл әлемнің тарихын оқышы, Шыңғыс ханның бойы қандай екенін, беті қандай екенін, сақалы қандай екенін бірде-бір адам айтпайды. Шилауқұл ғана айтады. Көрмесе қалай айтады? Шыңғыс хан деген дейді, мына татарлардың бәрі аласа бойлы, орта бойлы болып келеді дейді. Ішіндегі ең ұзын бойлы, ұзын сақалды, ат жақты, сұсты Шыңғыс хан осылай дейді. Бірде-бір адам Шыңғыс ханның қандай екенін айтпайды. Көрмесе Шилауқұл қайдан айтады? Шыңғыс ханның ордасында дейді, үлкен ақ түк тұрады дейді. 9 шашағы бар дейді. Ақ түктің ортасында қарамен салынған айдың суреті бар дейді. Айналайын қалмақтың қай туынан ондай айдың суретін көріп тұр? Бұл мұсылманда ғана болады. Енді мен өтірік айтып отырған жоқ, жазылған жоқ. Және дейді, бұл татарлар дейді, той жасағанда дейді, табағын қолына ұстап тұрып, менің тойыма келдіңдер, ішіп жеңдер деп шарабын көтеріп тұрып тос айтады дейді. Апқан еді дейді. Ал тос деген сөздің қазақтың сөз екенін айтайын, моңғолдың құпияшыл сөзін қайтадан оқыңдаршы. 1882 жылы мемлекетке туған тиген өзінің өлім шешесі 1182 жыл деген Шыңғыс ханның өміріндегі түнкіл сызған өмір. Жошы туған осыдан. Мемлекетке тиіп кеткен өзінің өлім енесі шешесі қайтып оралған Шыңғыс ханға. Осы жылы Шыңғыс хан жалайырлардың қаны болған. Жалайырлардың қаны болған. Оқыңдаршы, мен өтірік айтып отырған жоқпын. Жалайырлардың ақсақалдары жиналып, Жамұқадан Шыңғыс хан бөлінгеннен кейін айналайын етсе бізге хан бол дейді. Жамұқада жалайыр ғой, Жамұқадан бөлінді. Қанша ұлылардың бөлініп бөлінгенін санамалап тұрып жазады бәрі. Рашид Бекинді саналайды, әркім Ғазы бабамызды саналап жазады. Бәрі жалайырлар. Ең соңынан деген Желме Сүбетей. Барлық жинақта жазған жалайырдың бір бөлшегі Уранхайлар деп тұрып ана жазған. Желме батырменен Сүбетей екеуі ағайынды. Bir şartım bulasın. Yekinde жалайырдың Уранхай деген ұлынан шыққан. Енді осылардың бәрінен аржақ шығып тұр. Рашиден қарсы шыққанды батырлық санайды. Біз Арыс деген шалдың ұрпағымыз. Соның 6 баласынан тарған 6 алашпыз. Біздің тарихшылар алашқа өз бөктереден қарақалпақ кіреттен алаш олай емес. Бүкіл қазақ Арыстың 6 баласынан тарады. Мына мен Үйсін деген халық, Ұлы жүз деген халық. Арыстың үлкен баласынан тарайды. Ұлы жүз ақ арыс дейді. Оның ақ деген үлкен баласы. Фамилия Шерхан Мұртаза деген сияқты. Шерхан аты, Мұртаза деген әкесі. Ақ деген аты, арыс деген фамилиясы. Ортасы Жан арыс дейді. Жан деген ортаншы баласының аты, арыс деген фамилиясы. Кішісі Бек арыс дейді. Бек деген кіші баласы, арыс деген фамилиясы. Біз үшеумізде бауырмыз. Мен үйсінмін деп маған деген тұрған жоқ. Екінің жетілдек кетсен, айдасының үшімін дейді. Мен үлкенмін, сондықтан екінімнің ағасымын дейді. Біз осындай қалыппыз. Тегімізді анық білеміз. Арыс деген шалдан тараған. Сондықтан біз текті болуымыз керек. Тегімізді білеміз. Қай жерге келдің сен? Өмір әлі шатасың ба мені? Енді Мұқалидың ерлігін бәрін білесіңдер. Мына бір жағынан айтқанда өзі сөз бар. Қай жылдары Мұқалидың басына бардым ғой, бәріміз жиналып бардық. Сондағы жаңағы Мәмбет бауырым айтқандай алдында
тарақтанбасы тұр ғой. Мына өз бастаған жалайырлар шауып келе жатыр. Мен айттым, жалайырлар берген міне жалайыр. Найзаның ұшында тұр ғой мына. Тарақты сенің ата-бабаңның таңбасы. Таңба деген сенің мөрің ғой, мөрің. Алла тағаланың басып берген мөрі. Қасиетті нәрсе. Бұл қазіргі әнұранымыз бар, елтаңбамыз бар. Сол ғой бұл. Рәміз бұл. Рухани деген бөлім, әулеттің бөлім отырған Қытайлардың басы құралатын бұл тарихта жазылып тұр. Бұл ойдан шығара алмайсың. Өзі Қытайлар 12 әулеттен тұрады. Соның ұйған әулетін осы Мұхаммедтің қолымен қолай жасады. Алтын топшыда 105 жыл және 6 ай ұйған әулеті өмір сүрді дейді. Қытайлардың тарихшылары оған келіспей басқа жылды айтады. Осының алтын топшыны орыс тарихшылары, Қытай тарихшылары менсінбейді. Бұл адам Моңғолдың құпия шежіресін қайталайды, үйтеді дейді. Неге қайталайды? Олай дейді. Өйткені Моңғолдың құпия шежіресінен жүргеніміз, Шыңғыс Қағанның тұзауы ден жүргеніміз, алтын топшыдан жүрген, осы үшеуінде жазған бір адам. Шыңғыс ханның асырап алған інісі, Ақтатардан тауып болған Сызған Құтқа деген інісі. Сызған деген сөз жазушы деген сөз ғой, Сызатының. Құтқа, Құтты деген сөз. Құдаттың білімдейміз ғой біз. Кәдімгі. Ya Allah. Dedik, sözü осыдан алтын топшыда. Неге ол Сызғанұлтта жазады? Шыңғыс хан айтады, жаңа Сызғанұлттан шақырып алып. Мен айтып, баяндап дейді, сен жазып отырған мұна жосықты дейді. Ұғып отырсыңдар ма? Сен жазып, мен бекіткен мұна жосықты дейді. Жөндеп жаз дейді. Бұны бұзғандар қатаң жазалансын дейді. Қарадаман деген қалмақтың тарихшысы бар. 29-шы Совет өкіметінен Чехословакияға өтіп кеткен. Соның жазған кітабы бар. Шыңғыс хан полководец, его потомки деймін, солай айтады. Шыңғыс хан қалмақ дейді. Ол ясақ дегенді жасаған дейді. Айналайындар, ясақ деген жосықтың екеуі басқа емес пе? Ясақ деген салық, жасақ жинайды. Содан оны жинайтын адамдарды әскер, жасақ деп кеткен. Тілімізде әлі бар. Жосық деген қазақтың сөзі, Шыңғыс хан айтып отыр Сызған Құтқа. Сен жазып, мен бекіткен мына жосықты дейді. Бұдан артық не керек? Сары жазыпты, үйтіп жазыпты. Оның бәрі Шыңғыс ханды құрту үшін ойлап табылған жалаң. Біздің тарихшыларымыз оқу керек бұл. Өзінің ата-бабасын шығаратын адам оның үшін болмайды бұл. Ол ата-бабасын сыйлаған кектір қорқылады. Неге біз осыны ажыратпай керек болды? Ал енді осы алтын топшыда не жазғанын қараңыздар. Алтын топшыда шежіре бұл. Березін айтады, золотой сборник дейді. Бұл не деген сөз? Алтын жинақ деген сөз. Ал орыстың тарихшылары Шастина оны аударған не дейді? Бұл алтын түйме дейді. Көкемнің түйме деген дейді. Бұна ғой. Топ істеген түйме дейді мұна Моңғолдың қалқадарда. Содан бұна алтын. Бұл емес. Березін востоковед, шығыс тілін біледі, парсы тілін біледі, түрік тілін біледі. Ол айтып отыр. Золотой сборник. Бұл алтын топтама деген. Алтын топ газет. Ана жерде жазылған, мұна жерде жазылған, Шыңғысхан жайында шығармалар топтаған. Сондықтан бұның бірінші бетіндегі жаңағы Шыңғыс ханның тұзауы,
Моңғолдың құпия шешесі отыр. Соны жазады. Ал ол олай екенін мен сіздерден айтайын. Біздің әскер дейді. Осыдан кейін шегініп үлкен бір қамалға барды. Ай, 17-ші ғасырда өмір сүрген Луфсан Данзан қалайша алып тұрсыз деді. Біздің әскерден қалайша айталады. Ол көріп отырған адам айтады. Оны сызған бұтқа, Шыңғысханның өздігін жазды. Міне тарих деген осы. Ал енді осы алтын топшыда не дейді деңіз? 13-ші ғасырдың соңында оқысаңдар, жалайырларды жеңіп Иван әулетін тартып алып, ойраттар билейді. 6 жылда кешірілме дейді. Сонда ұрпақтарын айтады, екі жалайыр қосылады бір-біріне. Ей, Наурызға мен айтам ғой. Әй, Наурыз дейді. Екеуміздің де әкеміз Есугей, екеуміз де жалайырымыз дейді. Айналайын, 800 жыл бұрын жазған алтын топшыны мен жазған жоқпын ғой. Тұр ғой сөйледі. Шастина аударады. Жалайырдың қазақ тайпасы екенін білмейді. Ол өзі Шыңғысхан қалмақ дейтін әйел. Солай аударады. Ал жалайырдың моңғол тайпасы деп ойлайды. Сондықтан жіберген. Бәлкім бұлай болмаса, әдейі жіберуде мүмкін. Ол өйткені Сталинден өкіметтен қорқады ғой. Сондықтан бәлесінің аулақ осылай жазған, осылай кете берейін. Бұл бізге беретін үлкен құжат. Екеуміз екі жалай қосылып, жазылып тұрады. Екеуміздің әкеміз Есугей дейді. Есугей деген Шыңғысханның әкесі. Екеумізді жалайымыз дейді. Әй, Наурызда енді екеумізде не жоқ деймісің ғой. Міне, тарих деген осы. Құдай бұйырса, осы аптаның аяғында ма, келесі аптаның аяғында ма менің кітабым шығады. Өз ақшама шығарып отыр. Ана Балаева деген қарындастарыма айтып едім. Аға алдықта деген белгілерді қойды. Ғылыми Шыңғыс Қаған және оның құпиялар деген кітабы шығады. Ғылыми Шыңғыс Қаған dedi. Özürlü yok. Özürlü yok. Tek gerekli senin sokak gözükçasına çıkarma deyip ne de yapıyor. Okumuzlar calayırlar. Taratımda ata babasın şın мәнінде қолдайтын, соған сыйынатын текті ұрпақ болдық, текті ұрпақ болып қалайық. Рахмет. Келесі бізде онлайн Астанадан қосылатын біздің бір ініміз бар, Мұстабеков Асқар Досбосынұлы деген. Философия докторы, қауымдастырылған профессор, Ұлттық қорғаныс университетінің ректоры, генерал-майор. Сол қазір қосылады. Кейінгі келесідегі отырысымыз осы университет өткіземіз бұйырса. Мұқалитануды. Ал Асекен. Қайырлы күн. Бүгінгі конференцияға қатысып отырған бауырлар, ағалар, біріншіден конференцияны ұйымдастырып отырған ұжымға, осыған шақырып отырған қатысуға үлкен алғысымды білдіремін. Екіншіден бұл енді бүгінгі өткізіліп отырған конференция тақырыбы өте үлкен күрделі бір тақырып болып табылады. Өйткені Мұқали бабамыз Шыңғысхан дәуіріндегі ең бір көрнекті жоғарғы деңгейдегі әскери қолбасшы болған саяси қайраткер. Бұл кісінің өткен соғыс жолдары, жасалынған қызметтері, бұны үлкен зерттеу, әскери жағынан да бұның соғысты жүргізген тактикалары, жүргізген тактикаларын біз әскери жағынан да зерттеу қажет деп ойлаймыз. Сондықтан бүгінгі тұсауы кесіліп жатқан кітаптардың ішіндегі жазылған деректерге сүйене отырып, соның әскери жағында талдап зерттейміз деп ойлаймын. Мына жақын арада Турция Республикасы Ұлттық қорғаныс университетіне сапармен барып қайттым. Сол жерде де осы Мұқали бабамыздың соғыс жүргізу тәсілдерін қазір зерттеуге алып отыр екен. Осы бағытта жұмыс жасап жатқан университеттермен, зерттеу институттарымен қосылып,
осы бағытта жұмысты жандандыруға дайынбыз деп айтуға болады. Сондықтан болашақта менің ойымша бұл біздің Мұқали бабамыздың әскери тәсілдері, тактикасы қолданылған, біздің зерттеу жүргізіп, қазіргі замандағы заманауи қарулы күштерде де сол тактиканы енгізуге болады деген ойымыз бар. Сондықтан да біз әрқашанда зерттеуге дайынбыз. Осы университеттермен қосылып, жаңағы Турциядағы бауырларымызбен қосылып, осы бағытта жұмысты бастаймыз деп ойлаймын. Рахмет. Қытай Халық Республикасының мемлекеттік және қоғам қайраткері, аудармашы, мемлекет сыйлықтың лауреаты, Абайдың қара сөздерін Қытай тіліне аударған Ақбар ініміз келіп отыр Қытайдан. Ақбар 7 минут. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі осы қимылға қатысып отырған барлық аға-абал ағайындар, сәлеметсіздер. Мен бүгінгі осы 3 кітаптың тұсаукесеріне қатысқаныма өте қуаныштымын. Соның ішінде бір кітаптың авторы болып отырмын. Енді тарихты білмей бүгінгі күннің қиын болады. Сонда тарихты зерттеп, ата-бабамыздың ертедегі батырлық өмірбаянын, істеген істерін, еңбектерін сарып зерттеуіміз керек. Әрине Шыңғыс хан жөнінде, әсіресе Мұқан жөнінде осы таяу жылдардан бері осы оқырмандар қызығып оқып зерттеп жатыр. Мен осы Мұқариға қатысты шежірені осы Қытай шежіресінен Ян дәуіріндегі патша тарихында, оның соң ел ішіндегі қол қатерлерде, оның соң тас оймаларда, қабырдағы естеліктерде осы Мұқали оның ұрпақтары жөнінде көптеген тарихи материалдар бар. Олардың жинап зерттеп, сосын осы Мұқали деген шығарманы жазып шықтым. Енді бұл рет Өмір Ағаман және кітап шығарамын деді. Шыңғыс хан мен Мұқали бір кітап деді. Онан соң осы Мұқали 50 беттік материал берсең деді. Соны аралап береміз. Мұқалидың ұрпақтары жөнінде жазылған шежірелерді қысқартып тек Мұқали өзінің өмірін бетін сонда енді болады осы Шыңғыс ханның бір жинақ болады деді. Бүгінгі тұсаукесер жиынына қатысып отырмын. Кітаптар ашып көрдім. Мен ойлаймын, кітапта енді бір арада ғылыми адам бұл еңбекке араласып жүрген ағайындар бәрі оқымысты, білімді, ғылыми жолына осындай еңбек істеп отыр. Бұған мен алғыс айтамын. Әсіресе Өмір Ағаман сонына осы іске араласқан азаматтарға шын пейілмен алғысымды білдіремін. Сондай-ақ бүгінгі осы күнге келіп қатысып отырған бәріңізге алғыс айтқым келеді. Енді осы тарихты осылай енді қазақ халқы ертеде аңызбенен жеткізген. Мына дастанменен жеткізген. Епоппен жеткізген. Енді бүгінгі күнде нақты шежіре ретінде жазылып осындай оқырмандарға жеткізіп отыр. Мен осы кітап жазып көргеннен бері басқа қарсы пікір естімедім. Бәрі оңнан оқып жатыр. Менше болғанда осы бір тарихи дерек болып қалар деймін. Ана
сөзі Қытай шежіресінің қай жерінен шықты бәрі кейін оқымыстарға осыны әрбір сөзі сол дерегін тауып зерттеп шығуға керек. Енді осы жерде түсіндіріп кететінім моңғол құпия шежіресі ертеде жазылған, бірақ Қытай жазуында 586 жазуымен дыбысын қалдырған. Моңғол тілін Қытайша жазып қалдырған. Одан кейін келіп бұны моңғол оқымыстылар моңғол тіліне аударып бастады. 1936 жылы бірінші моңғол нұсқасы шыққан. Ал енді моңғол нұсқасы шыққанда моңғолдар ана ішінде 3600 сөзді өзгерткен. Анау бұрын Қытай тіліндегі жазылған шежіресінде, нақыл шежіресінде мына жерде тағылған. Мынаған назарларыңызды қойып оқысаңыздар. Моңғол құпия шежіресі, алтын топша, анау бәрі бір кітап түбінде. Бұны Мин дәуірінде, Юань дәуірінде деген Мин дәуірінде Мин патшалығы арнайы оқымыстылар жинап бағана айтып кеттім. 586 әріппенен осы моңғол құпия шежіресін Қытай тілінде қалдырған. Мынау тарих. Мына жерде сөз орай келгенде сылақтанып қояйын көпшілікке. Бәрілеріңізге мықты денсаулық, отбасыларыңызға бітпес бақыт, ұрпақтарыңызға зор болашақ тілеймін. Рахмет сіздерге, рахмет көрген Жеті минут сөз бар. Айтсаңыз болды, 7 минутта сезуға тұрсаңыз. Мен көп сөйлемеймін. Бірінші енді жұмыстан тақырыпты беремін. Таныса отырмыз. Кеңесқа келсеңіз, құрметті қауым, өзекті мәселе көтеріліп отыр. Себебі біз айтамыз, елдің атын ер шығарады, ердің атын ел шығарады деген сияқты мақала жайында үлкен сөз болып жатыр. Өте өзекті мәселе. Өйткені біз кезінде менің ұстазым Мәмбет Қожабаев кетіп қалды. Сол кісінің кезінде Зартхан Қинаятұлы деген ағамыз осы Шыңғысхан жайлы үлкен көлемді кітап жазды. Сонымен қатар қазақ мемлекеттілігі деген үлкен жобақтар болатын. Соның үшін осы мұқали жайында, жалайыр жайында үлкен көлемде деректік мәліметтер келтірілген болатын. Моңғолдың құпия шежіресі дейміз, Козиннің «Сокровенное сказание о монголах» деген, сол сияқты Моңғолдың Нукс Топчо дейміз, Қытайдан келген бауырым айтты, Юан Шауа Би Ши еңбегінде бұл бәрінің түбірінде осы Моңғолдың құпия шежіресінің негізгі деректері жатыр, айтып кетті. Міне осы деректерден бөлім Рашид ад-Диннің еңбегінде де көптеген мәліметтер келтіреді. Сонымен қатар Қадырғали Қосымұлы жалайырдың жылнамалары жинағында да осы жалайырлар жайында және одан шыққан тұлғалар жайында көптеген мәліметтер бар. Содан мен қысқаша тез түрінде айта кетейін. Мысалы осы жалайырлар жайында орыс деректері, яғни Қазан төңкерісіне дейін, олардың қонысы Балқаш көлінен жоғары Алатауына дейін, Іле мен Қаратал өзенінің аралығы әкімшілік жағынан Қапал, Жаркент уездеріне қарады деп жазып кеткен болатын. Сонымен қатар Ақмешіт, Әулие, Шымкент, Ташкент уездерінде қоныстанған деп айтады. Ал 1899 жылғы санақ бойынша, яғни патша заманындағы санақ бойынша жалайырлар 17 мың үстін деп мәлімет келтіреді. Жалайыр тарихы жайында ғалымдардың негізгі сүйенері Қадырғали Жалайырдың «Жәмиғ Фаворит» атты кітабы. Автордың шыққан тегі жалайыр болғандықтан оны Оғыз ханнан бастап Шығыс дәуіріне дейін жеткізген болатын. Жалайыр Оғыздың ұлы
күші мүмкін олармен бірге түрік қағанатының құрамында болған деп атап көрсетеді. Енді бергі моңғол дәуірінде жалайыр Орта Азияның тарихына келелі үлес қосып, Орта Азияда, Иранда, Ирак жерінде саяси тіршілікке араласқан болатын. Олардан атақты қолбасшылар, елді татуластырушы дипломаттар шыққан. Соның бірі Шағатай облысының мыңдаған қолын басқарған Мұқан Оян. Бұны Қожабек ұлы Албани өзінің тарихи таным, ежелгі халықтар, тайпалар, рулар және жер үстінің қалалар деген кітабында атап көрсетеді. Сартақ Жалайырги мен оның баласы Сыба Жалайырги моңғол әскерінің сапында хан сарайда бригаданда. Шағатай облысына, Моғолстанға, Мауреннахрға билік жүргізуге араласқан қолбасшылардың бірі деп атап көрсетеді. Рашид ад-Дин шығармасында Жалайыр этнонимі туралы мәліметтер көп келтірілген. Деректерде жалайырлар моңғол халқы деп есептеледі деп атап көрсетеді, бірақ оны кейін өзі басқаша түсіндіреді. Онда былай дейді, мысалы, орыс тіліндегі Бексұлтан ағамыз айтты ғой, орыс тіліндегі аудармасы өте жақсы. Мен соны өзім келтірейін. Народы, которые в давнее время славны под именем моголов, как жалайыры, татары, ойраты, меркиты и прочие деп жалайырлардың сол уақытта маңызы саяси қоғамдық рөл атқарған және олардың моғол тектес болғанын атап көрсетеді. Рашид ад-Дин сборник летописей 3-ші том. Рашид ад-Диннің дәстүрлі түрде жалайырларды оғыздан басталады деген ойды келтіретінін атап өткеніміз. Бұл негізінен жоғарыда атап өткеніміздей оғызнамамен саныс болғандығымен ғана емес, сонымен сол ақпарат көздерінің шындыққа жанасымды екендігін атап көрсетеді. Біз айтып отырған жылнамалар жинағында народности о происхождении, определений, которых за древности времени в подробностях неизвестны, имеет следующие подразделения. Первое подразделение – народности, которые в настоящее время называют монголами, а так как вначале они не были таковыми. Поэтому это название появилось спустя некоторое время. После них каждое определение этих народов на множество битвы, каждый из них получили определенное название: жалайыр, сони, татар, меркит деп, яғни жалайырларды моңғолдың ішіне кіргізілмеді, олардың аталары түрлері екендігін Рашид ад-Дин нақты атап көрсетіп отыр. Жалайырларды моңғол тектес деп кесіп айта алмаймыз. Өйткені жалайырлар кейінгі кезеңдегі түркі тілдес халықтардың құрамына кірді. Солардың бірі қазақ құрамындағы жалайырлар ұлы жүздің бірі тайпаларының бірі болып есептеледі. Ал енді олар қуатты болғандықтан да осы облыстардың басқа да тайпаларды олар атымен атады. Сондықтан түркілерден енді моғол деп атайды деп тағы да бұл жерде атап көрсетеді. Яғни бұл тайпа ежелгі уақыттарда өте көп болды. Оның әр руы өз әмірімен билеушісіне бағынды. Шыңғысхан дәуірінде және Тұран мен Иранда әмірлері болған, және де олар әлі бар. Олардың жұрты, жарты жұрты, оның өзінің жақсы тұрады. Ежелгі уақыттарда қытайлық әскерлер жалайырлардың осы бөлігін аяусыз қырған. Олардың тек аз бөлігі қашып құтылды дейді. Мөмбет Жапшайып кеткен. Олардың жұрты Қарақорымдағы Гимажер болды. Олардың елді руларының атағының шыққандығының бір белгісі ұйғырлардың үйлеуші, ғұрпандардың руларының маймен баққандығын атап көрсетеді. Сондықтан да оларды белгілі атақты деп атаған еді. Жалайырлардың бұл тайпасы 10 рудан тұрады. Олардың әрқайсысы көп халыққа айналды. Олар мынандай кезекте аталады: жат, яғни жат деген. Тұқар ауыл, күн сауыл, құм сауыл, ұят, нылқан, көркен, төләнгет, төре, шанкор. Яғни орыс тілдегі мәліметтен келтіріп отырмыз. Жалайырлардың Шыңғысхан дәуірінде бірі атақты үлкен тайпасының бірі, оның бірі жат халқынан шыққан Мұқан Оян болды. Шыңғысхан әскерінің сол қанаты түгелімен соның қолында деп Рашид ад-Дин өзінің жылнамаларында атап көрсетеді. Бұдан әрі Жәмиғ Тауарихтың авторы жалайырлардың Шыңғысхан империясындағы маңызды саяси қоғамдық қызметін атқарған туралы баяндайды.
Иранда Жалайырлардан шыққан Жакур мен Умық атты ағайындар мыңбасы болса, Құрышбұға атты Жалайыр Грузияның шихниясы, яғни билеушісі болған. Илгаймен атты Жалайыр ұлы әмірші билігінде жүргізген болатын деп атап өтеді. Яғни дәл осы кездегі салық жүйесі, мынау пошталық бекеттеріміз қазіргі кезде логистика деп атаймыз жаңағы. Соның негізгі құрылымдарын осы мұғалім кезінде қалыптастырып, қазіргі тілмен айтқанда салықты реттеп, сауда керуендерінің жолын, жүретін жолдарын нақты белгілеген осы мұғалім деп атап айтуға болады. Мұғалімнің үлесі бар деп айтуға болады. Туралы бүгін ғана айтып жатқан жоқ. Қаншама уақыттан бері бұндай зерттеліп келеді, зерделеніп келеді. Бірақ қазақта бір жақсы сөз бар, көш жүрек сөйледі дейді ғой. Біз әлі мұғалімді зерттеп, оқып, оның шегіне жеткен жоқпыз. Мұғалімнің дүниесіне, мұғалімнің өміріне, мұғалімнің тарихына біз жаңадан ендеп кіріп, енді бастап жатырмыз. Сондықтан менің ойымша келешекте әлі қалай симпозиумдар өтер, қалай кинофильмдер түсірілер, тамаша тарихи тағылымды кітаптар жарыққа шығатын шығар деген үміттеміз, жайым солай болсын. Жаңа Бексұлтан ағамыз дұрыс айтып жатыр. Бұл мәселе тарихты зерттеу деген мәселе, ата тегіңді білу деген мәселе, ол бөліну деген мәселе емес. Бұл қайта ұлттың ұйысуына, өткен өміріңді білуіне, қайдан шыққанды ата тегіңді білуге, келешектегі ұрпағыңа соның бойында сіңіруге, ата бабаның қандай болғанын, қандай жолдан өткенін, жіберген кемшілігі болса қайталамай, жақсылы болса алға жалғастыру деген сияқты мәселеге тоқталсақ солай дұрыс болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені қазақ айтады, тегін білмеген тексіз дейді. Қазақта бір жақсы үлкен алғыс бар. Ол қатарының алды ғой бол дейді. Ең жаман қарғыс ол тексіз деген сөз екен да. Тегінді білмесең сен ешкім емессің. Онан кейін тағы жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Құда болғанша дейді, тегін сұрас дейді. Құда болғансаң, құда болса сыйлас дейді. Тегін білмеген ұлыдан дейді, тегін білген құл артық дейді. Оны біз шығарған жоқпыз. Бұл қазақ халқының бұрыннан қалыптастырып жүрген мақал мәтелдері. Бұл теорема емес, бұл аксиома, оны дәлелдеудің қажеті жоқ. Өмірдің талғамынан, ағылымынан, барлығынан екшеліп еле өтіп осындай бізге келген ата бабамыздан қалған мұра бұл. Сондықтан біз ата тегімізді білуіміз керек. Шынында да біз егерде ата бабамызды тауып жатсақ, оның өткен жолын зерттеп жататын болсақ, тарихымызға жаңадан парақшалар басып жататын болсақ, бұл қазақ халқының ұлт болып ұйысуына, қазақ халқының келешегіне, болашағына қосып жатқан үлесіміз деп есептеуіміз керек та. Әрбір осындай ата, әрбір жаңағыдай біздің қазақ ұлтының осындай өкілдерінің барлығы ата бабасын зерттеп, соның жақсы жағын сомдап шығаратын болса, ертеңгісін тамаша қазақ тарихы пайда болады. Біздің еліміздің, жұртымыздың. Міне соған атсалысып жатқан үлкен бүгінгі ғылыми жұмыс деп айтатын болсақ, қателеспейміз. Сондықтан осыны ұйымдастырып жатқан Өмірәлі ағамыз бар, міне үш қордың басында отырған басшылар бар. Сонымен бірге ылғи осыған атсалысып, осы кішкентай нәрсе болса да соның бәрін жарыққа шығарып, 20-дан астам кітап жазып, қазіргі кезде ортамызда жүрген абыз ақсақалымыз біздің Наурыз ағамызға да рахмет айтуымыз керек барлығымыз. Онан кейін айтатын мәселе ағайындар бұны осы мұқалны жарыққа ең бірінші шығарған біздің ортамызда Ақбар Мәжит бауырымыз отыр. Мен Қытайда осыны екі рет кездестім, осыны талдадым. Соңында айттым, мен бейтөлдегі ғой деді, зерттеп жатырмын Юань династиясын. Мұқалның 5000 ұрпағын таптым деді. Бүгінгі күнде Тайванда жүрген, Филиппинде жүрген, үстіртте жүрген, Монғолияда жүрген, аяқта жүрген бәрін тауып, содан қазақша аударайын деп жатырмын деп сол кезде айтқан, сол жарыққа шықты, бір кереметінде. Бүгінгі енді Ақбар Мәжит бауырымыз жаңа айтып кетті ғой, Қытай мемлекетінің бұлай келетін болсақ, қоғам қайраткері, мемлекет қайраткері. Мынау түркі әлемі туралы Қытайда бір кішкентай нәрсе шығарып болса, соның бәрінде бұл света қоймаса ешқайда жарыққа шықпайды. 15 этаж зданиясы бар, мен барып көрдім. Сонда айтты, күнде 1200 строка күнде қол қоямын. Сондай қазақ халқының атын шығарып, біздің тарихымызды, біздің болмысымызды дүние жүзіне танытып, 1,5 миллиардтан астам Қытай халқына абайды аударып, осындай қазақтың кім екенін ескерткен мына ортамызда Ақбар Мәжит бауырымыз отыр. Өздеріңізге рахмет айтып қоюымыз керек. Кітап жарыққа шықты. Тағы да бір нәрестет не керек деп айтатын болсақ,
қателеспейміз. Оны жазып отырған біздің алаш сыйлығының лауреаты ортамызда тұрған Әміре Әлім деген бауырымыз. Осы біздің ата-бабамыздың тарихында ден қойып жүрген, қанша жылдан бір қарай зерттеп жүрген Шыңғысхан журналының шығуына ұйытқы болған Наурызағамен бірге, басқа жігіттермен бірге осы ортамызда тұрған Шыңғысхан академиясының академигі, жазушы, ақын, өзіміздің ортамызда тұрған бауырымыз, мұнда осы азаматтар қазір кезде осыған атсалысып жатыр. Ендігі айтатын мәселе, менің еншіме тиген мәселе, мұқалы стратег қолбасшы болмаса, генерал искусств деген атты бере ма? Бірінші. Екінші мәселе, мұқалы стратег қолбасшы болмаса, Шыңғысхан 1220 жылы шешесі оған қайтыс болған кезде Мавренахрда жүріп, әкеліп шешесінің жерлеуіне қатыса жыламаған. Оның кейін Шағатайдың баласы өлген кезде, шайқаста жүріп, парсылармен соғысып жүрген кезде, онда жыламаған. Өзін құтқарып қалған жұрттың ішіне тығып, қатқында өлтіріп кезде Қытайдар оған жыламаған. Мұқалы өлген кезде, бауырым деп, сақалынан сораса, еңіреп жылап деп жазады. Сонда келетін болсақ, Мұқалының қоғамдағы, Шыңғысханның өміріндегі, Шыңғысханның империясындағы оның қандай рөлі бар. Кешегі өмір дейді, бүгінгі тарих. Міне сол тарихты бүгінгі зерттеп зерттеп жатырмыз. Сол замандағы дүниелердің бәрін ұмытпаған, тарихтың шаң баспаған, соны қойнауында жатқан, тұмиғында жатқан нәрселерді сыртқа шығарып, міне егемен ел болғаннан кейін қазір зерттеп, жаңадан бір парақшалар қосылып жатыр. Бүгінгі күнге қазақ хандығының 4 томы жазылып бітті деген сияқты естідік, енді қаладан жазып жатыр дейді, келешекте соған да үлес қосылатын дүние болатын шығар деген ойдамыз. Мұқалы туралы айта кететін бір керемет дүние. Мұқалы өзінің сондай бір зор адам болған. Бойы 2 метр 30 сантиметр болған. Оның кейін екінші мәселе сұсты адам болған. Үшінші мәселе ақылды адам болған. Төртінші мәселе дипломат болған. Бесінші мәселе реформатор болған. Алтыншы мәселе жау жүрек қолбасшы болған. Міне осылайдың арқасында ол стратег қолбасшы деген атаққа жетті. Ол тегінде тегін оған келген жоқ. 1184 жылы 14 жасында әкесі Күркуара келіп Шыңғысханға табыстады. Сонымен өмірінің соңғы күніне дейін 1223 жылға дейін Қамбалақ досы, андасы, ең сенімді қолбасшысы Мұқалы дүниеден өтті. Өмір жолының барлығын айтып жатыр, бірақ мәселе айтайын. Стратег қолбасшы дегенде бұл соғыста тегін жаңа генерал-майор бауырымыз айтып жатыр ғой. Бұларда тұрған үлкен дүние бар. Шабылдаушы әскер, қорғаныста тұрған әскерден жеңушінің 3 есе артық болу керек сан жағынан. Ал бұл 400 мың тұрған Құша деген қамалда тұрған бұл қорғанын жағындағы әскерге 100 мың әскермен шабуыл жасап, қалғанын шығарып, ары қарай қашып, тағы да 150 мың әскер көмекке келіп, 200 мың әскерін қырып, қалғандары тоз-тоз болып қашып кеткен. Бұндай военный искусство дейді ғой. Соғыс тарихында ондай нәрсе болмаған ма? Ондай болу мүмкін емес. Қалай? 100 мың адаммен өзінің 5 есе саны артып, қорғаныста тұрған әскерді жеңу деген мәселе. Стратег қолбасшы болу, стратег қолбасшы болу дегенде осы арада үлкен дүниесі артында жатыр. Шыңғысхан бабамыз одан кейін ары келсеңіз, қазіргі кездегі Пекинді жаулап алған. 1214 жылы 200 мың әскерменен тұрған әскерді қиратып, 80 мың әскері шығып, қалғандары тоз-тозмен қашып кеткен. Сөйтіп 1217 жылы жазықтыққа шықты. Мына Қытай халқымыз айтамыз, Чайна дейміз, Қытай дейміз. Ахмет Мәжитбауырымыз, басқа азаматтар біледі, көбісі айтады, Джунга дейді өздері. Шөлі тұрған кезде Джунга деп сөйтті. Джун деген орталық, Го деген государство, орталық мемлекет, орталық жазықтыққа шығып, сол Джунганың основасын, немесе фундаментін құйған осы біздің Мұқалы атамыз деп айтатынымызда қателеспейміз. Бұл юан династиясының басталуында, сол кездегі шыққан юан ақшасы, валютасы әлі келе жатыр Қытайда. Бүгінгі келетін болсақ, Мұқалы бабамыздың туғанына 855 жыл болды. Дүниеден өткенде 50 жасында дүниеден өтті 1223 жылы. Міне сондай үлкен жаңағыдай артына із қалдырған қолбасшы. Оның кейін айтатын мәселе, ол кісі жаңағы Қытайды жаулаған кезінде реформатор деп отырғанымыз басып алған жерлердің бәрінде елдің бәрі тозып қашып, мынау агрессия дейді ғой, басып алған елді.
осындай бізді жаулаушылар деп қарсы шыққан кезде солардың барлығына жаңағы жұмыс жасап, ал тартып алған елдің жаңағы өгіздерін, соқаларын, басқаларын бәрін қайтадан өздеріне қайтарып, шаруа қожалықтарын құрып, сол мемлекеттің дамуына, елдің сеніміне, солардағы халықтың жүрегінен жылы орын табуға сондай дипломатия тұрғыда үлкен жұмыс жасаған. Соның арқасында жан-жаққа тарап кеткен қытайлар келіп, бұл іске сенім білдіріп, осындай қолбасшымыз бар екен, осындай басшымыз бар екен деп, бұл іске қызмет жасаған. Бұл дипломатиялық жағынан келгендегі бұл ісінің үлкен жетістігі. Реформа жағынан мемлекеттің болашағына, келешегіне жаңа өзгерістер енгізіп, оның құрылымдарындағы салық мәселесі, салық төлеу мәселесі, осылардың барлығына да араласып бұл ісі жұмыс жасаған. Одан кейін айтатын мәселесі өмірінің соңғы кезінде сол Венси деген жерге келіп, ар жағындағы Сун империясының астанасы Қайфыңды аламын деп аламай, соларда аурудан 23 жасында не салады. Дайсы деген інісі бар, соны шақырып табыстайды. Дайсы саған айтатын сол, сен жақындарда мына Қайфыңды ал. Бірақ соның дайысын арқылы орындайды. Оның кейін жалғызылы Болат деген болған, оның кейін немерелері бар. Бер қарагер Құбылайдың кезіндегі мына күнге дейін 1368 жылы революция болып, Шыңғысхан ұрпақтарының бәрі қуып шыққан уақытқа дейін соған қызмет жасап, Қытай мемлекетінің дамуына, соның осындай жағдайына жетуге бірден-бір үлес қосқан кісі. Біздің бабамыз, ұлы қолбасшы. Осы жағына келетін болсақ, бұл іске ешқандай кеңес жоқ. Ендігі тұрған бір мәселе бар. Ағайындар, жарайды, бұл кісіден Қытайды жаулады, сояқты соғысты. Бізге қандай қатысы бар деп біреулер келе қалып бір ағайындар бар, сондай сұрақ қоюы мүмкін. Бізге қатысы не? Бізге қатысы бірақ мәселе. Ол Шыңғысханның арқасында, Мұқалдың арқасында 450 жыл ешкімнің тісі батпайтын Түрік империясын тастап кетті артынан. Түрік империясы. Бұрынғы 10 жылда, 5 жылда кіріп Қазақ даласындағы біздің рулардың бәрін қырып тастап, Қытайлар қайтып кетіп отыратын, ондай шабуылдың барлығы содан кейін тоқтады. Сөйтіп бізге Қытайға қақпаға қол салған, осы біздің Мұқалы бабамыз деп айтатын қателеспейміз. Бұл кісінің сондай үлкен еңбегі бар. Бұл кісінің өмір жолы, тарихы, оның бәрін зерттеп айтсақ, мен Шыңғысхан туралы 84 кітап бар, 20 жылдан астам. Шыңғысхан туралы тарихшы болмасам да, осы тарихпен айналысып, бір ауырып жүрген адам біреуіміз да. Үйде соны қараймын, зерделеймін. Бұларда тұрып, бірақ адамның жазғанменен баға бере салуға болмайды. Неге? Рашидинді алатын болсаңыз, 10 жыл мен 16 жыл Қазақ ханның кезінде жазып 5 том Жамиғата Тауарих деген кітабын. Оны мен Әбілғазыны алыңыз 1660 жылдардағы Қадырғали Жалайыр атамызды алыңыз 1600 жылғы, 605 жылдағы жазылған дүниелер қалдырған. Сондықтан баға ойын алайық. Сондықтан осының бәрінің Қарсының жазғандары бар, Қытайдың жазғандары бар, Ағылшынның жазғандары бар, Жапонның жазғандары бар, Моңғолдың өзінің жазғандары бар. Осының бәрін зерделеп, жақсылап аналитика жасап, тұжырымдап, содан кейін жақсылап тұрып сомдап баға беретін болсақ, менің ойымша ешқашан біз қателеспейміз. Міне соған қарай қазір келе жатырмыз да. Осының төңірегінде жұмыс істеп жатырмыз. Екінші айта кететін мәселе, егер де осындай кеткен адамымыз, мен кімді де оқыдым бүкіл түркі әлеміндегі біздің қолбасшылардың. Бейбарыс алатын болсаңыз, Бейбарыс 1223 жыл туған, 1223 жыл Шыңғысхан ақын Мұқалы дүниеден өткен. Ал енді Құлағу 1184 жыл туған, 1184 жыл Құтбуар әкесі Шыңғысханға табыстаған. Соның бәрін қарап отырсақ, бұл тарихи совпадение ма, бір үндестік бар ма, қандай нәрсе бар, оны да зерттеп өзі уақыт келіп жатқан дүние. Енді соңғы айтатын бірақ мәселе бар ағайындар. Иә, осындай атамыз болатын болса, бабамыз болатын болса, бәріміз дәріптеп жатсақ, содан бері жалғастырып жатсақ, өмір жолын зерделеп жатсақ, сомдап тұлғаны шығарып жататын болсақ, ал енді кешегі бұл кісінің қайтыс болған кезде туған кімге Бейбарысқа Атырау қаласына баратын болсаңыз, тура әкімшілік атқамінердің ескерткіші қойып. Ал енді Құлағуға келетін болсаңыз, кешегі Құлағудың Кетіпқа, Құлағудың кешегі штабының бастығы болған, Дамаскіде жерден сол жерде қатыс болған. Менің астанасы сол кездегі мұсылмандардың астанасы Шам қаласы дейді, Дамаскі, солардан қорғап, соларда кімдермен соғысып, маңғұттерден көз атады. Ол кісі әкеп жезқазғанға аттың үстіне қойып, ол кісіге де ескерткіш қойды. Енді Мұқалы атамыздың кімнен кемшілігі бар. Сондықтан бұл кісінің де жол осылай дәріптеп жататын болсақ, екінші мәселе қазір кезде жаңадан қалаларымыздың
салып жатыр. Алатау қаласы бар, Қонаев қаласында жаңа көшелер беріп жатыр. Басқа да астанамыз бар деген сияқты. Одан кейін Алматымыз бар, басқа жерлерде үстіне көше беретін болса, атқанымыздың есіне түсіп қоятын болса, сөйтіп ұрпақтың жартысына қалатындай жұмыстар жүргізетін болса, артық болмайды ғой деген есептеймін. Бір айтатын мәселе, ұлылығында тұрған бір мәселе бар, Шығыстан ешқашанда мұқалаға ренжімеген. Орысша айтатын болса, замечательный заман ғой. 1217 жылы қолына алтын мөр беріп, ол кісіні Гуаван деген атап берген. Го деген мемлекет, тура аударсаң, Ван деген патшаның сөзі. Қытайдың патшасысын кетіргенде, содан кейін айттым, қандай жарлық шығады, бұқалық қандай жаза қолданып, қандай реформа жасайды, менің атымнан шықты деп есептейді. Деп Шыңғысхан сонда еркін берген. Осында егер ол қолбасшы болмаса, стратег болмаса, ақылды адам болмаса, реформатор болмаса, жау жүрек батыр болмаса, ол кісіге ондай атақ берілмес еді. Сондықтан айтатын мәселе, бүгінгі істеліп жатқан жұмысымыз баянды болсын дейік, жалғасын тапсын. Ел аман болсын, жұртымыз рахмет. Мынау бүгінгі кездесу халықаралық деңгейдегі өтіп жатқан мұқағали тану симпозиумы. Осы мұқағали тану деген сөздің өзі бәріне қатысады. танысақ не істедік, танымасақ не істеуіміз керек деген дүние. Төлебидің 350 жылдығына мен қатысқан едім Тараз қаласында. Сонда бір керемет зиялы адамдардың ортасына түсіп қалдым. Сол кездері Шыңғысхан туралы, басқа тақырып туралы әңгіме қозғалып жатыр. Мына бүгінгілер мені танымайды, мен де ол кісілерді танымаймын. Бірақ енді сұхбаттан кейін ана кісінің сөздері басталып кетті, мен амалсыздан сол кісілердің сөзін тыңдадым. Сонда бір ұзын бойлы, алып денелі, бір үлкен азамат олай деді. Жағдайлар мықты болса, басқаны қойып алдымен мұқағалыны танып алсын. Мұқағалыны танып алғаннан кейін қалған дүние өзінен өзі орнына келеді. Бұл ойлады бұл маған айтылған сөз екен деді. Менен басқа енді ол жерде жалайырылған ешкім жоқ. Бірақ шыққаннан кейін сұрадым, жаңағы сөзді айтқан кісі кім еді деп. Сөйтсем, облыстық Ақ жол газетінің бас редакторы Арғынбай Бекбосынов деген кісі екен. Сонымен мен мұқағали деген тақырыпқа, мұқағали деген ұғымға тек қана сол 70-ге толғанымда ғана келдім. Білдім. Міне содан бастап осы тақырып біздің жақта үлкен тақырып айналды. Қазір мінекей сондықтан мына бүгінгі шараға келгендеріңізге рахмет. Осында баяндама жасаған азаматтарға рахмет. Бұл басы деп айтпаймын, мұқағали танудың басын осында қайда, Болат қайда? Апрель айында Болат өткізді. Болат мұқағали қорының төрағасы. Түркиядан, Әзербайжаннан, Қырғыздан, қанша елден, пәленбай елден келіп, осында әңгіме басталды апрель айында. Біз сол шараның дұрыс аяқталуына өзімізше анда шетте орталығының есебінен 4 миллион ақшалай 200 кітапты беріп, жаңағының жақсы деңгейде өтуіне атсалыстық. Солай ғой болады. Ал енді бүгін бұл екінші кездесу мұқағали тақырыбында. Енді жаңа Асқарды тыңдадыңыздар. Астана қаласындағы Қорғаныс университетінің ректоры, генерал, профессор. Қазір облыстың қасында біздің анда шежде отауының белсенді жігіттері отыр. Ұсынысын беріп, соның аманшылық болса, өздері келіседі, қай уақытта келіседі, я февраль ма, я март па, болмаса я декабрьде осы мұқағали тану тақырыбы жалғасады. Ал енді сіздер жаңа Бексұлтанның сөзін естідіңіздер ғой.
айыптанып отыр бізге. Жалғыз бізге емес, өзінің бауырларына, бүткіл қазақ қауымына тарихта. Бізде ең бір олқылық, өйткені біз бар дүниені білгіміз келмейді, кітапты оқымыз келмейді. Неше түрлі алуан түрлі кітаптар шығып жатыр. Ал енді сол кітапты оқып, салыстырып, өзіне қойын дәптеріне жазып алып, дұрыстап түсіндіруге біздің шамамыз келмей жатыр. Сондықтан мұхалифтанудың несі бастамасындағы қабылдаған Өбеке сізге ары қарай осыны жеткізуіміз керек. Сондықтан мұхалифтануға жаңағы жасалған баяндамалар 5 минут, міне біз брошюраны беріп отырмыз. Сіздер осы көлемде, бұдан да үлкен көлемде дайындап материалдарды мұхалифтануға берсеңіздер, анда шеже отауы оны кітап қып шығарып, тағы да ел арасына таратуға барлық күшін салады. Сіздердің арқаларыңыздан. Ал енді осыменен мен сөзімді аяқтайын. Бірақ енді анда шежіре туралы деп мені таныстырып жатыр ғой. Сол анда шежіренің осыдан 5 жыл бұрын құрылған, соның құрған сол шежіренің төрағалары бар, тең төрағалары бар, басқа құрылымдары бар, істеп жатқан жұмыстары бар. Мен солармен таныстырайын сіздерге. Бірінші Алпысбай Рахимов. Сенесінің басын жаңғырту, ескерткіштерін жаңғырту, қайтадан жөндеу, іріктеу жұмысына басшылық етеді. Ішкі істер министрінің полковнигі. Екінші тең төраға Рахмет Есдәулетов. Біздің осы Алматыдағы, Астанадағы ғылыми, тарихи институттарменен, жоғарғы оқу орындарыменен байланыс жасап, келешектегі біздің алдағы шежіреміз қандай болу керек. Біз енді өткен шежіремізді толық біле алмаймыз, білмедік деп әке-шешемізді айтпаймыз, аталарымызды айтпаймыз. Ал енді оларға айттырмаған билік болды, өздеріңіз білесіздер. Компартияның билігі болды ма, патшаның билігі болды ма? Ал енді қазір оған кедергі жасап тұрған ешкім жоқ. Сол кедергі жоқтың пайдаланып, өзі біздің облыстың 4 басқармасын басқарды. Мәдениет басқармасы, діни басқармасы, ішкі саясат басқармасы, одан кейін тілдерді дамыту байланыс басқармасын басқарған, сол бүткіл тәжірибесін жинақта сол жұмысты жалғастырады. Басында биыл жөндеуден өтті, тапсырғанбыз, ол аяқталды. Ал енді оның басын бастаған біздің Керімтайымыз, Керімтай, Қаратал, Көксу, Ескелді ауданына, Еңбекші ауданына 4 ауданның әкімі. Мен әкімдік қызметіне баға бермеймін, бірақ жаңағы балаларға қызмет еткен бастаған осы кісі, жігіт. Бізге маған іні болып келеді, бірақ мен соғысқа көмекші болдым, атқосшы болдым. Соның бәрін барлығы дұрыс өтсін деген. Әміре әрі кел, Әміре. Шыңғысхан академиясының академигі, одан кейін біздің қай академияның тағы? Қазақстан журналистика академия. Қазақстанның еңбек сіңірген журналисі, құрметті жазушысы. Анда шежіре отауындағы бұл кісінің атқаратын міндеті, мінекей мына кітапты шығарып отыр, 20 жыл еңбегі. Әміредің. Ең барасымен барып, ана әулиенің ықпалы тиді деп оралады. Міне осындай мақсатта жұмыс жасап жатқан азамат Есдәулетов Рахмет. Ал енді осы кітаптардың жарық көруіне қолбасшылық жасап, демеушілік көрсетіп жатқан осында бірнеше жігіттер отыр. Ол мысалы Ақбар Мәжит, біздің неміз жарбозымыз Лондон қаласынан шығып отыр. Онан кейін мына әлем мойындаған мұғалдің кітабының демеушісі Мұрат Аубакиров, мінекей
Оның ақшасы шығып отыр, соттарды шығару үшін. Одан кейін Өмірәлінің өзі біздің демеушіміз. Сондықтан біз енді бүгін сол істі басталған істі жалғастырайық. Сондықтан сертификаттарын айтайын. Мына әлем мойындаған Мұқалы менен Жанболдан түсетін қаржының келешекте біздің Солтанбай Аулие Батыр деген бақылардан соның басын жөндеуге 3 миллион тапсырамыз. Аман жолдар бейсікке. Кен аман жол. Орынбасардан келісіп, сол райкомның зданиясын жөндейтін материалдың бәрі ұрлап жүрген осы кісі апарып сол бабасының басына апарып жөндеп жүрген осы жер. Сондықтан осы жер аяқтайды. Әрине ол 3 миллион болып бітпей, соны естіп, осындай Солтанбайдың кесенесі жаңғырту болды дегенді естіп, бақыттан 2 миллион босып жұмысын бастап кетті. Ауылда хан деген кім еді ол? Сенің танысың ба? Хан. Венера. Жас кезінен өзіне жақын жүретін хан Венера деген 1 миллионын беріп қойды. Басқа жігіттер, ол енді біздің Солтанбай Жалайырдың ішіндегі мырза тармағынан тағы да қосқан жігіттер қосылады. Ол енді керемет деп ойлаймыз. Екінші, біздің Қарабоз деген анамыздың басында алғашқы белгіні орнатқан 60 бастаған топ. Қазір енді ол қожырап кетті, ескіріп кетті. Оны мына Оңалбай деген жігітке шақырамыз, береміз 3 миллион. 3 миллион. Енді Қарабоздың сіңіріміз деген облыста біраз азаматшалар бар. Олардан 5 миллион қосамыз деп отыр. 3 миллион бар. Одан кейінгі батыр болған, ел тірлігіне ұялаған тұлғалар. Сондықтан да біз ұрпақтары, Байшегір ұрпақтары өзіміз Мұқтыбек бабаның басын жөндеп, бүгінгі заманға сай дәрежеге келтіреміз өз қаражатымызға. Сол себепті мына 2 миллион теңгені елдің анасы болған, елдің қорғаушысы болған, панасы болған кешегі күні Төле бимен бірге елдің мәселесін шешкен Дарабоз анамның қорына қосамын. Екінші, Ақпар Мажит, біздің құрметті қонағымыз, Мұқалықта. Мағалатымыз енді, пайда емес, құнан емес, кәдімгі бесті. Онан кейінгі бірге Алматыда қамқоршы болып жүрген, осындай істің басқасында жүрген 25 жыл Қабырғали Жалайыр қорын басқарып отырған Өмірәліге жарасады екен. Жарасады деймін сізге. Сосын жібереміз. Свет мощный. Келесі әлем мойындаған Мұқалы кітабының қаржылай демеушісі әрі ұрпақ
ұрпағы Аубакиров Мұратқа бір шапан. Жігіттері молодцы. 8 миллион деп кітап шығарды. Жалайырдың жігіттері. Енді тараптан болу Наурыз ағамның идеясымен құрылған анда шедіре отауына соның басында жүріп бүкіл кітаптың шығуына пәлен миллион қаржы бөлген Мұрат бауырыма алғыс білдіремін. Қазақта Халел Досмағамбетов деген алаш арысы болған. Сол Халел Досмағамбетов былай дейді: ит айнаға қарайды да дейді, өзіне өзі үреді дейді. Өйткені анау өзін танымай тұр дейді айнада. Сол сияқты халық та солай, тарихын білмегенде Досмағамбетов айтқан еді. Біз де бұған дейін сол ит сияқты өз тарихымызға өзіміз үріп келдік. Атаға бөлінеміз деп ата тарихымызды, ұлт тарихын тарата алмай келдік. Бәлкім өзіміздегі кітаптар мен шежірелерде бәрі тұр. Адамзаттың шатасып отырғаны екі-ақ мәселе. Моғол мен қият деген екі-ақ сөз. Осы моғол мен қият деген екі сөзді білсе, бәрі орнына келеді. Тыңғысхан да орнына келеді, біздің ұлы тарихымыз да орнына келеді. Жаңағы Кетісханға заң директор жақсы айтты, арада отырған моғолды, Шыңғысханның түріктері, моғол түріктері деді. Бәрі қарапайым. Япет Нұх пайғамбардың үшінші баласы, Япет Жапас дейміз қазақтар, 7 баласы болған. Тұңғышы түрік бабамыз. Күні бүгінге дейін туымызда да тұр, ішкі буымызда да тұр. Түрік қағанаты құрылды, буымын бабамыз бастап 554 жылы. 24 жылы Осман империясын Ататүрік алдықта Түрік республикасына айналдырды. Бұл түрік бабаға деген құрмет. Біздің ерамызға дейін түрік мемлекеті болған. Мекемдасы Мырзахметті оқыңыздар, бәрі түрік. Бірақ оны айта бермейді. Өйткені атаға бөлінеміз. Анау Тұран империясы алып ертеуға бастаған. Ол да моғолдардың мемлекеті. Оны айта бермейді. Енді бері қарай келіп, 504 жылы тағы да түрік бабамызды қасиеттеп түрік империясы береді. Шыңғысхан моғол мемлекетін Шыңғысханнан бастап тұрған жоқ. Оның бабалары Қабылхан, Амбағай хандар құрды. Шыңғысхан жалғастырды. Жаңарада Бексұлтан Бөгет дұрыс айтты. Шыңғысханмен бірге жүріп, бүкіл моғолдардың басын құрып, Моғол хандығын құрып деді. Моғол хандығы дегенім ол Жалайыр хандығы. Анау хандыға қараңыздар. Сол кездегі тарихтарда бәрі тұр. Керей хандығы тұр, Найман хандығы тұр, Қоңыраттар тұр, анау Таңғұт бәрі. Жалайыр қайда? Рашид әдейін жазып кеткен 550 мың халықтан тұратын 70 мың күрен. Әр күренде 6 адам дегенде 420 мың халық қайда? Моғол дегеніміз сол ағайындар. Міне сондықтан да Шыңғысхан әдегенде екі моғол осы Мұратта 1260 жыл бүкіл сол арадағы түрік серіктестерді моғол үстіртіндегі басын біріктіріп, екі моғол империясы Мұрат жолдастар 1260 жылы. Содан кейін Құбылай Қытайға кетті. Шағатайлықтар бері қалыпта шөре болып бөлінгеннен кейін 1347 жылы осы жетісу территориясында Моғолстан мемлекеті құрылды. Моғолстанды құрған негізінен дулаттар. Дулатстан деген жоқ қой. Моғолстан деді. Тағы да сол ұлы Моғол бабаға деген құрмет. Содан 1526 жылы Ақсақ Темірдің ұрпағы Бабыр Маратта бүкіл Үндістанды жаулап алып, ұлы Моғол империясын құрады. Тағы да Моғол бабасын құрметтеп жатыр. Ақсақ Темір Шыңғысханмен 4-ші атасында
тüm бейнет бабасынан тарайды. Мінекей, бәрі ұлы бабалардың есімінен құрылған мемлекеттер. Сондықтан Моғол деген ана Моңғол емес, әдейі шатастырылған дүние, оны жақсы білесіздер. Моғол бабамыздың атында құрылған мемлекет. Енді қазір қай-қайсысынан сұрайыншы, Шыңғыс ханның бәрі жатыр қият деп. Қият деп қарамайды. Қият аспаннан салбырап түскен жоқ қой. Қият жаңағы Моғолдың ұрпағы. Моғолдан кейінгі 9-шы хан Елхан деп аталады. 9 саны бізде қасиетті болады сол. Сол Елханның баласы мен Елханның баласы Қиян мен Елханның ағасының баласы Нүкіс. Ергені қонға барып тығылады. Ергені қондан 450 жылдан кейін өзі өліп шыққанда Бөркешина бастап шығады. Бөркешина. Ал сонда Рашид ад-Дин мен Әбілғалыға Қадырғали Жалайырға былай дейді. Жаңағы Елхан мен Қиян мен Нүкіс кірді ғой. Нүкістің дейін туатын бала Дәрлекеннің баласы Жалайыр. Міне шатасының өмірі. Ал Жалайырдың 12-ші ұрпағы Бөркешина. Жаңағыда ағамыз айтып кетті, мен аудардым Қадырғали Жалайырды. Аударғанда неге? Қарамайды. Сол өзі аударады, өзі қарамайды. Сол Қадырғали Жалайырдың тәмдемі дейді, Бөркешене шыққан уақытта дейді, оның дейді қатындары көп болды, балалары көп болды дейді. Соның үстіген мықты данышпан баласы дейді, Құтты деген қатыннан туған, Құтты қатыннан етші қият етті. Қият. Міне сол қиятта тарайды, добын бергенін, одан шығарын, бәрі келетті. Жаңағы Жалайырлар тарайды. Енді ал Қиян деген жоқ. Қияннан тарағанда қоңыраттар. Ал бағанағынау Егісуға Моғол мен татар дегенін бар ғой. Татарларды білесіңдер, Шыңғыс хан олар сатқын болғаннан кейін бәрін арбаның домғылауына қойып жететіндердің бәрін қырып, қалғандарын басқа тайпаларға бөліп жіберген. Бұл жерде ешқандай басқа тарапы ештеңе жоқ. Оқымаймыз, жел сөзге ереміз, шежіреге дем қойсақ, тарихи кітаптарды оқысақ, бәрі орнына келеді. Ал енді мен Мұқалы мен Шыңғыс хан туралы бастасам, мен 25 жыл күндіз-түні соны оқыған, жүрегімдегі нәрімді де барымызда салған адамның таңға дейін тоқтай алмаймын. Мен айтайын дегенім, анау Қытайда жүріп Мұқали бабасы жазған ортамыздағы Әкбар бауырымызға үлкен алғыс айтқым келеді. Бүкіл Рашид ад-Диннің кітабын аударып, бәрінің көзімізді ашқан Зәріпхан бауырымызға Зәкеме рахмет айтқанымыз келеді. Өйткені елшіден ғой, елшіде бар, көкірек көзі ояу, шынайы тарихты қалайтын, елдің ертеңіне жүрегі ауыратын алаңдайтын азаматтар бар. Баршаңызға алғыс. Ана кітапты қазір таратады арада, бірақ көп таратпауы мүмкін. Өте қымбат кітап. Басталып бірден алып алыңдар. Алып ашаңыздар, оның ішіндегі дүниенің ешкім жаза алмайды, мен мақтанбайды. Ондай кітапты ешкім жаза алмайды. Жаза алмайтын білмегендіктен емес. Қорыққандықтан, үріккендіктен, атаға бөлінгендіктен. Мен ешкімнен қорықпаймын. Мен балаларым ешқайсы мемлекеттік қызметте жоқ. Өзім пенсиядан кімнен қорқамын? Бексізден қалайсыз? Бексізден көкеме рахмет. Анау жаңағы кітап жазды ғой, бәрі Жалайырлар туралы. Бәрі жаңағы шығайды деп атсам жаңағы. Біз енді жаңа Нұралы Заңғыз айтып кетті ғой. Бұл екінші рет біз Мұқалитаны туралы әңгіме қозғап отырмыз. Ендігісі біз Астанадамыз. Мен ойлаймын, бүгінгі мынау симпозиум өзі өте үлкен деңгейде өтті деп санаймын мен. Бұны телевидение, радио барлығы да айтады, бүкіл Қазақстанның барлығы бұны естиді. Сол себептен осы сіздерге үлкен рахмет. Қазір бір жерде бір нені презентация жасап, асына түсіп, ас ішеміз, шай. Барлықтарыңыз кетпеңіздер, шайға төмен түсеміз. Ал қазір мына Ақбар Мәжит'те Си Цзиньпин орталығын құрайық деп отырмыз. Келіңіздер.
Сіздер де куә болдыңыздар. Достық. Дружба. Михаил. Сіздер соған куә болдыңыздар. Өздеріңіз қатысасыздар. Жазира, кел. Кел. Ух ты! О! Кел, Жазира. Міне, осы мына ақпардың бастамасыменен үлкен кітаптар келді Си Цзиньпиннің орыс тілінде, Қытай тілінде жазылған. Одан кейін мына орталық ашамыз, одан кейін мына кісінің көмегімен осы жерде типография ашамыз. Бағанағы анда шежіресіне жазылған кітаптардың барлығы осы типографияда бұйырса шығады. Міне, Жазира деген менің қызым, осы қазір ректор. Осы ашылуына қатысып отырмыз. Құтты болсын. Шыңғысхан журналында шығарамыз. Мына Арман деген жігіт отыр, мына Арман отыр.感谢校长啊，一直以来关注中国和哈萨克斯坦之间的友谊。我们现在呢，江苏求真业林出版社和哈萨克斯坦库拉耶夫大学成立了这个习近平治国理政思想的研究中心，主要是致力于习近平总书记在哈萨克斯坦的这个著作的海外发行。还有一个呢，我们现在还要成立一个哈萨克斯坦库拉耶夫大学的出版社，致力于两国之间的更深层次的文化交流。谢谢。시행 알면은 어서 고나이 수업노 디렉터를 öbürüne mırzağa alsaydı. Bugün görüp otursunlar Konayev Üniversitesi'nde Xi Jinping төрағамыздың зерттеу орталығын құрдық. Енді және бірлесіп баспа қана құрамыз. Баспа қана құрып, осы екі елдің достығын нығайтып, екі елдің мәдениетін ауыс-түйісін жалғастырып, бұдан кейін кітаптарды басып шығарамыз. Рахмет бәріңізге. Керемет жиын болды. Симпозиум. Мұқалы атамыз туралы. Енді мынандай дастархан жайып отыр. Мен таңертең тамақ ішпей шыққам. Соң қазір шұбатпен аузымды ашамын.